Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді сүзбелі пирог жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға алдын ала електен өткізілген ұнымызды және де бөлме температурасында тұрған сары майды қосып, қамыр илейміз. Екеуі біріккенше қамыр илейтін боламыз. Біріккен соң бізде осындай ұнтақтар пайда болады. Енді оның үстіне қант ұнтағын және де бір жұмыртқаны қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Және де қамыр қопсытқышты қосуды ұмытып кетпеңіздер. Мен онымен бірге араластырып қосып жібердім. Біздің қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырды пакетке орап, тоңазытқышқа 20-30 минутқа қалдырамыз. Енді пирогымыздың салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен сүзбеге қант, жұмыртқа және де қаймақты қосамыз. Мендегі қаймақ дүкеннің 20%-ық қаймағы. Барлық қоспамызды қосып болғаннан кейін блендердің көмегімен біркелкі болғанша езіп алатын боламыз. Егер сіздерде блендер болмаған жағдайда миксермен немесе шанышқының көмегімен езіп, яғни араластырсаңыздар болады. Міне менде осындай масса пайда болды. Енді бағана тоңазытқышта қалдырған қамырымызды пакетінен босатып, кез келген формаға орналастырамыз. Мен осындай кольцоны қолдандым. Сіздер қалаған формаларыңызды қолдансаңыздар болады. Қамырымызды форманың барлық жеріне бірдей етіп жайып шығатын боламыз және де шет жақтарына осылай бортиктер жасап шығамыз. Қамырымызды дайындап болғаннан кейін бағана дайындаған салмамызды үстіне құямыз. Енді салмамыздың бетін видеодағыдай етіп силиконды күрекшемен тегістейтін боламыз және де қатырылған немесе балғын күйдегі жеміс-жидектерді пайдалансаңыздар болады. Менде жоқ болған соң мен үстіне тосап құйып шықтым. Немесе бетіне ештеңе қоспасаңыз да болады. Сонда да біздің пирогымыз өте дәмді болып шығады. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Осымен біздің өте дәмді пирогымыз дайын болды. Каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.